Сәлеметсіздер ме достар, мен бүгін қайнатылған крем жасайтын боламын. Бізге керекті заттар: 1 стақан сүт, мен оны бір бөлек ыдысқа құйып қойдым. Сосын 1 жұмыртқа, 25 грамм сары май, шым-шым тұз, сосын 20 грамм кукуруз крахмалы. Картоп крахмалына қарағанда кукуруз крахмалымен жасаған дәмдірек болады. Сосын 60 грамм қант керек. Енді сүтімізді ысытып аламыз. Енді біз бір бөлек ыдысты алып аламыз. Оған бірінші секер, сосын крахмалымызды саламыз, кукурузный. Содан кейін шым-шым тұз. Тұзымызды саламыз. Сосын 1 жұмыртқа. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Барлығын дұрыстап араластырамыз, біркелкі қылып. Түйіртпектер қалып қоймау керек. Мен араластырып болдым. Енді ыстық сүттен аздап қойып араластырып аламыз. Енді осыны сүтімізге құямыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Енді біз бұны қоюланғанша тез-тез араластырып тұрамыз. Осындай болып қоюлану қажет. Енді біз сармаймызды қосып араластырамыз. Енді мен қайнатылған кремді бір бөлек ыдысқа салып қойдым. Енді біз оның бетін пищевой пленкамен жауып тастаймыз. Енді кремді бөлме температурасында салқындағанша қойып қоямыз.